Мұъминнің табиғи болмысы қажет болмаса үндемеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мәжіліске кіріп, одан көп байқалмай шығып кеткен адамды мақтаған. Өйткені көп сөйлейтін адам көп қателеседі, ал көп қателескен адам тозаққа түсуге жақындайды дейді. Сондықтан мұъмин естіген сөзіне де, айтқан сөзіне де өте мұқият қарайды. Әрбір сөзін таразылап, ол сөз өзіне пайда ма, әлде зиян ба екенін ойлайды. Осы пайғамбарлық үнсіздікті ұстанғаны үшін Алла тағала оны жәннаттағы үнсіздікпен марапаттайды. Аллаху акбар. Ондай да бар екен жәннатта. Ойлаңызшы оқырман. Бірақ бұл дүниедегі үнсіздікке ұқсамайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көптеген сахабаларының тәкаппарлануына толық негіз бар еді, бірақ олар өте кішіпейіл болды, тәкаппарланған жоқ. Мысалы, Осман радиаллаху анху сахабалардың ішіндегі ең байларының бірі бола тұра, ерекше ұялшақ әрі қарапайым еді. Хадиша радиаллаху анха абыройына, мәртебесіне, сұлулығына қарамастан аса кішіпейіл, өте қарапайым әйел кісі еді. Біз Хадиша радиаллаху анха үшін арнайы дайындалған үй туралы айтқанбыз. Есіңде болса, оған жеткізілген сүйінші хабарда жәннатта сен үшін шу жоқ, шаршау жоқ үй бар делінді. Субханалла, қолданылған сөз насоб, яғни шаршау, қажу, мазасыздық. Алла тағала айтады, жәннатта олар ешқандай қажу мен мазасыздықты сезбейді. Неге? Өйткені олар осының бәрін бұл дүниеде Алла разылығы үшін көтерді. Хадиша радиаллаху анха қанша рет қорлау сөздерін естіп мүшриктерден, қанша рет үйінің сыртында шу, жала, азап болып жатқанда пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам жұбатып отырды. Қанша рет Рахманның құлдарына тән мінездерді бойына сіңірді. Ал енді өзімізді ойлап көрейік. Кейде тілімізді тістеп айтқымыз келген сөзді айтпай қаламыз. Кейде өсек, ғайбат айтылатын ортадан өзімізді шеттетеміз. Кейде бұл нәрселер соншалықты жиіркенішті болып кетеді. Табиғи болмысымыз қарсы тұрады. Сонда адам тыныштықты қалайды. Кейбіреулер барлығынан қашып, оңашаланып кеткісі келеді. Тек солай ғана күйзелістен арыламын деп ойлайды. Алла тағала айтады, жәннатта олар бос сөзді, мағынасыз шуды естімейді дейді. Бұл кімдерге арналған? Осы дүниеде өздерін одан қорғағандарға. Алла оларды ақиретте мәңгілік тыныштықпен марапаттайды. Жәннатта серуендегің келсе, өзендерге, сарқырамаларға қарап отырғың келсе, Алла тағала айтады, олар онда мағынасыз сөз естімейді, тек сәлем, сәлем ғана естиді. Үнемі сәлем, тыныштық, бейбітшілік естіледі. Ешқашан жалықпайсың. Сен бұл дүниеде бейбітшілікті тараттың, енді жәннатқа бейбітшілікпен кірдің. Бұл дәрус сәлам, бейбітшілік мекені. Алла бейбітшіліктің бастауы. Алламен жүздескен күні Алладан сәлем естейсің. Періштелер саған әр тараптан келіп сәлем береді. Сен одан ешқашан шаршамайсың. Ғалымдарымыз айтады, бұл дүниеде тыныштық пен бейбітшілік орнатқандар ақиретте соны толық сезінеді дейді. Мысалы, жолдан адамдарға кедергі болған бұтақты, тасты алып тастаған адам жәннатта ағаштардың саясында рахат табады. Бұл дүниеде өзгелердің мазасын алған нәрсені жойған, енді жәннаттың бақтарында тынығады. Ал бұл дүниеде кейбір адамдар сырттай тыныш көрінуі мүмкін, бірақ іші у-шу, іште қайғы, ой толқыны, мазасыздық, жан жарасы. Ең әдемі жағажайға апарсаң да, ішкі күйзеліс болса, сыртқы тыныштық пайда бермейді. Ал жәннатта не болады? Алла тағала Құранда айтады, олар қорықпайды да, қайғырмайды да. Сен жәннатта тыныш отырып, таза ауамен тыныстап, альхамдулилля, Алла бізден қайғыны алып тастады дейсің. Енді еш уайым жоқ, еш жара жоқ, еш өткен жарақат, еш психологиялық ауыртпалық жоқ. Жәннатта травма болмайды. Бүгінгі психологтар айтып жүргендей, ойыңды бұзатын еш нәрсе жоқ. Сыртта да, ішінде де тыныштық, жүректе өкпе жоқ, кек жоқ, мазасыздық жоқ. Бұл дүниеде адамдар тыныштық іздеп қашады, ал жәннатта күйзеліс мүлде жоқ. Жәннатқа бір рет малып алса, стресс деген ұғым жойылады. Енді сұрақ, жәннатта не тыңдағың келеді? Міне осы жері өте ерекше әрі әсем. Ғалымдарымыз айтады, жәннатта алтын бамбук ормандары бар, олар інжумен толы.
Жәннат тұрғындары әсем дыбыс тыңдағысы келгенде Алла тағала бір жел жібереді. Сол жел адамдар қалаған барлық әуенді, барлық сазды жеткізеді. Жәннаттың жел сыңғыры, құстардың сайрауы бәрі ерекше. Бір риуаятта Мұхаммад ибн Кааптан қиямет күні бір жаршы қайда өз құлағын және өзін ойын сауықтың шайтанның аспаптарынан қорғағандар деп дауыстайды. Олар мизк төбешіктеріне орналастырылады. Сонда Алла тағала періштелерге оларға менің ұлықтауымды және мадақтауымды естіртіңдер дейді. Сонда періштелер Алланы мадақтай бастайды. Елестетіңізші, Құранды көркем оқитын адамдардың дауысын, әсем насихаттарды елестет. Ал енді періштелердің бәрі бірге Алланы мадақтағандағы үнді елестетіп көріңіз. Алла тағала айтады: менің ықыласты құлдарым бұл дүниеде әсем дауыстарды жақсы көретін еді, бірақ кейбірін мен үшін тастады, ендеше оларға одан да көркемін естіртіңдер дейді. Сонда періштелер Алланы бұрын соңды естілмеген әсемдікпен мадақтайды. Бұл жәннаттағы саундтрек. Сен сол әуенмен жәннатта серуендейсің, бірақ бұл да бәрі емес. Алла жаратқандардың ішінде ең әдемі дауысты періште Исрафил. Есіңде ме? Ол сүр үрлейтін періште еді ғой. Енді ол сүр үрлемейді. Алла тағала оған әндетіп мадақтауды бұйырады. Сонда көктегі барлық періштелер дұғасын тоқтатып Исрафилдің дауысын тыңдайды. Бұл Алла қалағанша жалғасады жәннаттың ішінде. Алла тағала айтады: егер адамдар менің ұлылығымды білсе, менен басқа ешкімге құлшылық етпес еді. Ал пайғамбарлардың үні ше, қиямет күні жәннатта биік мінбер қойылады. Алла сол пайғамбарға бұл дүниеде мені әсем сазды дауыспен мадақтағаныңдай тағы да мадақта дейді. Сонда ол пайғамбар Алланы мадақтайды. Оның дауысы бүкіл жәннатты еліктіріп шаттық сыйлайды. Зікір бұл дүниеде тыныштық сыйлайды, ал ақиретте дәрежені арттырады. Ал жәннатта зікір тыныштықты одан сайын көркейтеді. Ендеше құстардың сайрауы, жел сыңғырығы, періштелердің мадақтауы, пайғамбарлардың үні бәрі осындай болса, онда елестете беріңіз қаншалықты әдемілікті. Ал сен Алланы мадақтағанда жәннатта дауысың қандай болмақ? Әрине, Алла жәннатты нәсіп етсін. Жәннат сізді сағынды, құрметті оқырман.